Малика, сәлем. Сәлем. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Күшті. Бағанадан ең аяққа болып Малика келіп отыр. Енді бағанадан бер шыдап, тосып қаншама уақыт, иә. Біздің проектіміздің Мадлені деп айтады. Көбі жазып жатыр комментариядан. Біз де оқимыз ғой. Мадленге ұқсайды екен, не деген әдемі қыз деп жазып жатыр. Сен қалай ойлайсың? Ұқсастығың бар ма? Ұқсастық бар деп ойлаймын, иә. Өйткені өзімнің жанымда жүрген жолдасым өзі айтады, сен Мадленге ұқсайсың деп. Тіпті қазір бүкіл туыстарымыз айтатын болыпты. Даже жаңа осы проектте жүрген қыздардың өзі Мадлен дейді. Мен айтамын, жарайды енді қазақтың Мадлені болайыншы, ол енді өзбечка ғой, мен қазақтың Мадлені бола салайыншы деймін да. Сөйтіп жүрген жайымыз бар. Түсінікті. Ал енді Малика, өзің туралы, отбасың туралы айта кетсең. Өзім туралы айтайын. Өзім Малика, оңтүстік Қазақстан облысы Шу қаласынан Көкқайнар ауылы деген негіз ауылда туып өскенмін мен. Сол менің туып өскен жерім. Нағыз жаңағы тәртіп, тәрбие дегенді ұстанып өскен отбасында өстім. Көп балалы отбасынан шықтым. 5 баламыз. Бізде бауырларым дейді. Мен 4 бауырым бар. Ол апайым, сіңілім және 2 бауырым. Біздің әкеміз өте қатал тәрбиеде өсірді. Қызға 40 үйден тыю деген нағыз мен сол мақалға сай болып өстім ба білмеймін, әйтеуір мені үйде сондай былай тәртіппен өсірді. Бізде әкем былай айтатын: қыз болған соң сендер бізді жерге қаратпау керексіңдер. Қызда біріншіден намыс, ар, ұят. Осы үшеуін сендер ұстап жүру керексіңдер. Бізді жерге қарататындай, міне мынаның қызы деп айтқызатындай сөз айтпайсыңдар, айтқызбайсыңдар, істемейсіңдер. Оқуларыңды оқисыңдар, бітіресіңдер, 18-ге толасыңдар, бітті, тұрмысқа кетесіңдер. Осылай менің папамның, өзім әкемнің ұстанымы сол болды. Мен қазір сол берген тәрбиесіне еш өкінбеймін, ренжімеймін, рахметімді айтамын. Мен жолдасымда рахметін айтатын шығар. Және де әкемнің қазір маған берген тәрбиесін мен өзім қыздар өсіріп отырмын ғой. 2 қызым бар. Үлкен қызым 10 жаста, кіші қызым 6 жаста. Қазірден айтамын, қыздарым, мен жерге қаратпаңдар, ұялдырмаңдар. Мен сендер үшін қуанып жүрейін, сендер үшін мақтанып жүретіндей дәрежеге жетіңдерші. Мен әкең екеуміз соны көрейікші. Бізге сол да үлкен бақыт деймін да. Сендердің сондай болып өскендеріңді көрген маған бақыт. Сөйтсем сол кезде әкемнің ойындағы бар несі, осы балаларым жақсы болып өссінші, әйтеуір ұялмайтындай. Енді өзімізге керек қой, қыз болған соң барған жерлеріңе арлы болып барыңдар, ұятқа қалдырмаңдар деген соның бәрін қазір ойлап отырсам, сол кездегі уайымды түсініп бәрі рас екен. Біз енді ол кезде бала кезде түсінбейтін едік қой. Неге? Өзің балалы болған кезде түсінесің деген осы ғой. Сол екен, иә, мен түсінбейтінмін. Білейін, даже мектепке барасың, келесің, тіпті мынандай кружоктарға қатыстырмайтын. Бізде жаңа жыл болған кездерде болады ғой, бізде концерт, анау артынан қалып там билеу, ондайға бізді қалдырмайтын әкем. Білмеймін, неге сондай болды, бірақ енді қыз бала болғаннан өте қорыққан шығар енді. Біздің намысымыз деген сияқты. Балалар оның намысы ғой. Сондықтан соны ұстанып өсірген кісі, иә. Және осы оқуымды қалай біттім аман есен. Мен ортаңғы дейді ғой, колледжге түстім 16 жасымда. Содан бастап бір жағынан жұмыс істедім, бір жағынан оқуымды оқыдым. Обедке дейін, түске дейін оқуымды оқысам, түстен кейін жұмысқа барамын. Ол жерде жұмыс істеген ниетім әке-шешеме ауыртпалық түсірмеу. Қайда оқыдың сонда сен? Мен Астана қаласында бухгалтерияны оқығанмын негізі, бірақ ол мамандығым бойынша жұмыс істеп үлгермедім. Өстіп орталық базар бар бізде Астанада, сол жерде үлкен павильон бар, люстра сататын. Мен сол жарқ-жұрқ еткен люстраның ішінде люстра сатып жүрдім. Жолдасым сол жерден менен келіп люстра алған болатын. Содан бастап қалмай жүріп, арда тасып, беріде тасып, мені сөйтіп жүріп 18 жасқа дейін күтіп мені алды ғой. Ол қалай болды? Мен әкеп тастаған, машинамен әкеліп тастаған терезеден көріп қалғанда,
мен кірген кезде сұрады ғой, қызым, мынау кім сені әкелген? Мен айтам, папа, енді ондай жаман бала емес, артық сөзі жоқ, маған бір қолын тигізбейді, ондай жоқ, шынымен де сондай жоқ. Ол танисың шығарсыз менің күйеуімді, Арыстанды. Ол өте ақ жүрек, қазір айтып кетемін ол туралы. Иә, ондай артық қылы болған жоқ, сондықтан да ол мені осылай бір қалай болады, соған қарай ынтам түстік, знаешь, сол туралы әке-шешем айтқан кезде мен солай айттым. Жоқ, ол сіздер ойлағандай жігіт емес. Мен әке-шешем ойыне бізге айтқаны, ой, қыз деген ер балаға күліп қарамау керек, қолын ұстамау керек, артық сөйлемеу керек. Сондай ғой, и мен айтам да әке-шешеме, ол ондай жігіт емес, өздеріңіз көресіздер. Сонымен маған айтты, ол сені алама деді. Ол сені алама деді. Бірден айтты. Алама деді. Папам айтты, ол мені күтіп жүр дедім. Мені күтіп жүр дедім. Сөйтіп едім, күтіп жүрсем онда таныстыр деді. Бізде енді қазақтың салтымен мені алып қашу дәстүрі бойынша алып кетті. Енді бұл келісілген түрде болды. Мені алып қашты, сонымен екі жақ танысып, сол тойда кездесіп, жаңағы барлық дәстүрді жасап, сөйтіп өткізіп алдық. Енді мен айтамда, тұрмысқа шыққан кезде нағыз өмір басталады екен ғой дедім. Өйткені мен әке-шешеммен 18 жыл ғана бірге болып, даже 16 жыл, одан кейін уже жұмыс істеп жүрдім ғой. Сол кездерде ғана бірге болып. Сонда аз ғана уақыт болыппын ғой әке-шешемнің қасында. Ендігі өмірім жолдасымның қасында және ата-енемнің қасында өтіп жатыр. Және осы екі ортада балаларым дүниеге келді. Сонда қыздарыма қараймда айтамын, қыз деген қонақ, ол рас екен. Бәріміздің қыздарымыз өсіп келе жатыр. Қыз деген қонақ, қыз дегеннің қас-қабағына қарап өсіру керек екен. Өйткені ертең олар ұшады да кетеді. Иә, олар басқа шаңыраққа барып, келін болады, ары қарай отау құрады дегендей жаңағы жалғастырады ғой, сол үйдің түтінін ары қарай жалғастырады дейді ғой. Бізге енді көбірек повезло дейді ғой. Біз енді ата-анамыз осы жақта, жанымызда, жаңадан енді Марқа да келіп отыр, Ақтөбеден де міне Зинаида келіп отыр. Осы жаққа келін болып түсіп отыр осы қыздар. Осы қыздарға кішкене қиынырақ сияқты маған. Ол бізге ғой жанымызда бірден балалармен де көмектеседі деген сияқты. Мына жақта сендер өздерің, бірақ та енді күйеулерің бар, соларға сенім артып келіп отырсыңдар. Енді не деймін, бағанадан бір жыладық та, күлдік та қыздармен. Енді осы конкурсқа қатысқан мақсатың қандай, енді конкурсқа келейік, осы туралы енді көбірек айтайық. Конкурсқа қалай келдім негізі? Жаңағы дос қыз бар ғой, Инстаграмда көріп қалдым негізі. Түнде ақтарып жатамды, сағат 12 ма бірлер шамасы заявка беру керек деген. Соны көремін да, мен ойлаймын, қазақ аруы, бұл бес өскемен емес, қазақ аруы. Ашамда қараймын, бұл жерде жасым келіп тұр, өзің айтқандай неше баласы бар болса да шектеу жоқ дегендіктен 3 балам болса да шектеу жоқ болған соң қатысайын деп шештім. Бірінші жолдасыма айттым. Сонымен ол бірінші негізі дұрыс түсінбей қалды мені. Не керек ол деп әңгіме айтты. Сөйтіп мен айттым, енді өзімді сынап көрейін. Неше уақыттан бері үйде отырып қалдым. Негізі бұған дейін мектеп кезінде сахнада енді шығып көргенбіз әрине, бірақ одан кейін үйде отырып қалғандықтан мен кішкене қысылып қалдым да. Енді өзің ана болғаннан кейін түсінесің ғой, аналардың бір үйден шығу өте қиын. Мен осы сәтті пайдаланып көрейін дедім, шығып өзімді сынап көрейін дедім. Өйткені мен былай ойлаймын да, маған Алла тағала миссиямды берді, мысалы отбасын құру, бала шағалы болу, ата-енесінің қызметін жасау, осы миссияңды жасап болғаннан кейін как будто бы, енді бұл ары қарай жалғаса береді ғой. Осы миссияң болдың ғой, енді давай, өзіңді көр деген секілді бір сынақ маған беріп тұрған секілді, мен Алладан бір келген маған
тағы бір сынақ деп сезіндім да неге өзімді сынап көрмеске дедім. Және заявка жібердім, фотосын сұрады, мені қабылдады, кастингқа келдім. Кастингқа келместен бұрын бір түнде жатарда енеме айттым. Енді бір жағынан ойладым, енді айтайын ба айтпайын ба деп. Бізде кішкене ұяңдық бар ғой, біз қысыламыз, қалай ойлап қалар екен, не дер екен деп. Бірақ енеме айтуға тура келді, өйткені үйде балалар бар ғой, оларды қарайтын кісі керек. Сөйтіп енеме айттым, қолдайтын да сол кісілер болып. Бірақ одан кейін күйеуім қолдады, жіберді, бар деді. Одан кейін өзіңді көр деді. Мен рахметімді күйеуіме айтам. Міне осы кастингға келдім, өттім, иә. Қыздар бар ғой, қаншама маған айта бастады ғой. Үш баланың анасына ұқсамайсыз, өте әдемісіз деп айта бастады. Мен айтам, осының бәрі Құдайға шүкір күйеуім арқасында. Өзімді осындай әдемі күйде ұстап жүргенім бәрі соның арқасында. Түсінікті. Ал осы өзгеріс бар ма, осы сайысқа келгелі өмірің бір өзгерді ма, өзің пікіріңді айтсаң? Өз пікірім, біз енді инстаграмда отырамыз ғой. Қазір сіздердің арқаларыңызда, осы проекттің арқасында маған біраз подписчиктер қосылыпты. Маған қосылып жылы сөздерін жазып жатыр. Семейден де жазып жатыр. Жарайсың, әдемісің, сен лайықсың деп жазып жатыр. Осы сөздердің өзі қаншама бізге күш, мына как будто қанаттарыңы артыңдағы жиналып қалады ғой. Осындай кездерден бастап жиналып қалған қанаттарым осындай сөздерге келген кезде как будто ашылған сияқты болды. И кішкене уверенность дейді ғой, сол пайда болды. Осы кісілердің арқасында мен сіздердің арқаларыңызда жарқ етіп шықтым. Мені біраз өскемендіктер таныды, енді танып мадлем болдым. Осының бәрі сіздердің арқаларыңызда. Біраз подписчик кепті. Оның бәрі осы жобаның арқасында, осы жерде қаншама аналар өздерін сынап көруге мүмкіндік туды. Мен де соның ішінде бармын. Қазір өнер сайысына дайындалып жатсың ба? Өтсең ары қарай қалай ойлайсың? Дайындалып жатырмын. Енді бақ шаба ма деген бар ғой қазақта. Кімнің бағы жанып тұр, сол енді бірінші шығады. Соған сенеміз, қыздар барымыз. Мен енді ақырындап егер өтіп кетсем деген жағдайда, өтіп кетсем енді осылай ән айтам-ау деп соған кішкене дайындалып жүрген болатынмын. Енді жауабы қашан шығады, сол кезден бастап енді бұйыртып өтіп жатсам, әрине дайын. Есті қойды. Енді біліп жатыр, басқа конкурсант қыздар да білді. Осындай енді өнерлеріңіз ашылғанына біз де өте қуаныштымыз. Бағандан қыздар айтып жатыр бізге, осы басқа жағынан өзімді көрдім, жай ғана ана емес, мен осылай істей алам екен, осы жағынан өзімді көре алам екен, бағымды сынап көрейін деп келдім деген. Енді өте қуаныштымыз. Жаңа енді қыздар осы сәтті пайдаланып отырып, өзі қолдап жатқан жандарға алғыстарын білдіріп жатыр. Сенде бар болса, осы сәтті пайдалана отыра. Менің қолдап жатқан қаншама менің туыстарым бар, әке-шешем бар, бауырларым бар, сестренкам, бүкіл қыздардың сөйлеген сөздерін бәрін қарап отырады да маған жеріп отырады. Мына қыз мына жерде былай деді, сен мына жерде былай дедің деп күтіп отыр ғой, осы финалға кім өтеді екен деп күтіп отыр. Менің жан жарым, менің жүрегім осы келгендегі мен осы жерге жіберіп балаларымды алып қалып мені қолдап маған өте қатты қолдау көрсетіп отырған ол менің жан жарым, жолдасым және енеме көп рахметімді айтам. Осы күндері мен үйде болмай кеткен ғой, енді дайындық ары бері жүгіріп жүрміз. Сол кезде маған бір звондап ештеңесін айтпай білдірмей менің бала шағамды қарап отырғанына көп алғысымды білдіремін. Сіздер болмасаңыздар мен осы жерде отырмас едім. Рахмет сіздерге. Рахмет үлкен. Енді Майка бізде аяққа болды. Баршаңызға рахмет. 2 сағат осы жерде отырып, көңіл сыйлап отырған қыздарға алғысымызды айтамыз. Сіздерге де рахмет. Сау саламат болыңыз.